сәлеметсіздер ме менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге теңіз астына саяхат жасайтын боламыз. Бұл пайдалы кеңестер каналы, алдымен тіркеле кетіңіз. Қызық болып жатса, барлық видеоларды көріп шығуға кеңес беремін. Тек пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Теңіз астында көптеген тіршілік иелері бар екенін барлығымыз білеміз. Оның ішінде өте қауіпті, өте ерекше тіршілік иелері көп кездеседі. Соның ішінде 7 ең қауіпті су асты мекендеушілерін бүгін айтатын боламыз. Ең алғашқы балығымыз қызыл қарынды талғыр балығы. Әдетте Амазон дарияларында көп кездеседі. Тек топтасып өмір сүретін балықтар тобына жатады. Тістері өте өткір және бір көздеген балықтардың міндетті түрде жарақаттап өту мүмкіншілігі бар. Тістері өте өткір болғандықтан, жыртқыш балық болғандықтан оны теңіз қорқауы деп те атайды. Ал енді екінші балығымыз. Пипа балығының ұзындығы 60 см болып келеді. Көбіне бас бөлігінен жарық шығарғанның есебінен өз қорегін сумен иландырып, өзіне баурап шақырып алады. Келесі балық азулы пипа балығы. Бұл балықтың ерекшелігі тістері ауыз қуысына қарай өседі екен. Таңдайында да өте көп тістері бар. Бұл балықты өз қорегін тістеп шайнау арқылы өлтіреді. Бұл балықты теңіз астындағы қырғындауыш машина деп те атайды екен. Ал келесі балығымыз жолбарыс балық деп аталады. Бұл балықтың қауіптілігі соншалықты сулы аймақтардағы адамдардың өзі зардап шегеді екен. Бұл балықтың ең басты қаруы өткір тістері болып есептеледі. Ұзындығы 2 метр көлемінде болады. Бүгінгі күнге дейінгі ең жыртқыш балықтардың қатарына кіреді. Келесі балығымыз жасыл морой балығы деп аталады. Бұл балық тек қараңғы түскенде ғана шабуыл жасайды екен. Міндетті түрде бұл ақпараттар қызық болып жатса, кері байланыс білдіріп, комментарийға жаза өтіңіздер. Осы секілді ең қызықты ақпараттармен бөлісуге әрқашанда дайынмын. Егер сіздердің қолдауларыңыз болып жатса, бұл пайдалы кеңестер каналы.